Қылмыс деген сөз қозғалған кезде бүгінгі қоғамда кісі өлтіру, тонау, тағы да басқа өздеріңіз білетін көптеген қылмыстар ғана келеді ойыңызға. Алайда басты қылмыс Алланы мойындамау. Алла сені жаратады, ризығын береді, тәрбиелейді, сұраған нәрселеріңді береді, сұрамаған нәрселеріңді келеді. Алайда осының бәрінен кейін Алланы мойындамау. Бір сөзбен айтқанда қылмыс деген нәрсе Алланың айтқанымен жүрмеу. Алланың айтқанымен жүрмеу қылмыс. Қоғамда да сол. Заң бұздың ба? Қылмыс. Ал заң бірінші орында әділеттіліктің төресі Алланың заңы. Алланың заңы менің айтқаныммен жүр дейді. Менің айтқаныммен жүр деген сөзді Құран тақуалық деп атайды. Тақуалық дегеніміз Алланың айтқанымен жүру. Егер Алланың айтқанымен жүрмесек, онда біз қылмыскерміз. Соқтан Алла Тағала күнәқар қауымда немесе имансыз қауымда деп басқа бір аяттарда айтса, мына жерде қылмыскер қауымдарда, қылмыскер халықтарда, бір адам емес ол, белгілі бір халықтың 91% Алланың айтқанымен жүрмесе, ол қылмыскер қауым деп танылады Алланың алдында. Алайда шайтан оларды алдайды. Ол басқа тұрғыдан, ол адамдар мәдениетті болуы мүмкін, әдепті болуы мүмкін, білімді болуы мүмкін, өнерлі, қабілетті, шешен болуы мүмкін, әдемі сөйлейтін. Яғни жетеді адамды алдайтын қасиеттердің барлығы. Ризығы келіп тұруы мүмкін күндіз-түні, ұрпағы көп болуы мүмкін, әйелі сұлу болуы мүмкін, жұмысы жақсы жүріп жатуы мүмкін. Міне сайтан сол нәрселерді көрсетеді. Егер де Алланың алдында сен дұрыс болмасаң, мына нәрселер болмас еді ғой сенде деп, басқа бір аяттарда айтқандай, «Вәкәзәліке зәйяна ләхуму шайтану ағмалахум». Шайтан оларға өздерінің амалдарын осылай әсемдеп берген дейді. Бірақ бәрібір Алланың алдында қанша жерден мәдениетті бол, қанша жерден өзіңше бір әдепті бол, халқыңның, ауылыңның қалаулысы бол, елеулісі бол, үлкені бол. Алайда Алланың айтқанымен жүрмесең, ақыретті пысқырмасаң, кейбір мына дүниедегі тұлғаларды еске алғандай, соларға жағымпазданғандай пайғамбарымызды еске алып, пайғамбарымызға ермесең, онда бұл қылмыс. Міне осы қылмыста адамның жүре беруіне біраз мүмкіндік беріледі. Бәлкім күндердің бір күні райынан қайтар. Алайда ажалы келген кезде, немесе Алланың азабы келген кезде, енді мүмкіндікті табу әсте мүмкін болмайды.